Türk serialдарын көргенде біз көбіне қызықты оқиғасына, сүйікті кейіпкерлерімізге немесе олардың махаббат хикаясына байланып қаламыз. Бірақ сериал аяқталғаннан кейін де бізбен бірге қалатын бір нәрсе бар. Ол музыка. Кейде бір ғана әуенді есту жеткілікті. Сол сәтте бірнеше жыл бұрын көрген сериалың, сүйікті кейіпкерің, тіпті сол сериалды алғаш көрген кезіңде бірден есіңе түседі. Бүгін біз түрік сериалдарының тарихында ерекше із қалдырған, көрермендердің жүрегінде сақталған ең аңызға айналған 10 саундтректі жинадық. Бұл тізімде ескі классика да бар, 2010 жылдардың хиттері де бар, соңғы жылдардағы танымал сериалдар да бар. Ал қай сериалдың музыкасы бірінші орынға лайық? Соңына дейін көріп, өзіңіздің сүйікті саундтректеріңізді пікірге жазып кетіңіз. Ендеше бастайық. 10 орын Чилек Кокусу. 10-шы орыннан бірден ностальгиядан бастайық. Чилек Кокусу. Яғни запах клубники. 2015 жылы экранға шыққан бұл сериал қысқа уақыттың ішінде көрерменнің жүрегінен орын тапты. Асылымен Бурактың хикаясы, жазғы атмосфера, жеңіл әзіл, алғашқы махаббат. Осының бәрі сериалды ерекше етті. Ал оның музыкасы сол атмосфераны одан сайын күшейтті. Бұл әуенді естігенде бірден жазғы күндер, теңіз, жастық шақ және сол кездегі сериалдың ерекше атмосферасы еске түседі. Кейбір сериалдар саған драманы еске түсіреді. Ал Чилек Кокусу жастық шақты еске түсіреді. Ендеше сол бір таныс атмосфераға қайта оралайық. Nasıl istersen boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Aşktan korkarak atsa da güçlü yüreğim var. Hayatı sevmeye dair inceliklerim var. Kim bilir, belki de tesadüflere inanmalı. Belki inanmasan da gerçek olur masallar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. De senden çok hoşlanıyormuş. Bak bir, nereye böyle ya? Analar neler doğuruyor be. Dur. Nasıl istersen. Benim. Boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Aslı! Nasıl istersen. Ben de seni seviyorum Aslı. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, Benim sevgilim. inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Seni seviyorum. Ya ne yapıyorsun sen, deli misin? Aslı, seni seviyorum. Mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. 9-шы орында түрік романтикалық комедияларының ең сүйікті сериалдарының бірі. Киралық ашк, яғни Любовь на прокат. Дифни мен Омердің махаббатын кім ұмыталады? Бұл сериалдың ерекшелігі оның жеңілдігінде. Бір сәтте күлдіріп, келесі сәтте жүрегіңді ауыртып жіберетін ерекше атмосферасы болды. Ал сериалдың музыкасы да дәл сондай. Bir жағынан көңілді, bir жағынан романтикалық, ал кейбір әуендері кейіпкерлердің ішкі сезімін сөзсіз жеткізеді. Бұл сериалды көргендер үшін оның музыкасы жай ғана фон емес. Бұл Дифни мен Омердің махаббат тарихының бір бөлігі. Ал қазір сол атмосфераға қайта оралайық. Gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel. Gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel.
8-ші орында түрік сериалдарының нағыз классикасына айналған Çalık Uşu, яғни Королек, Птичка Певчая. Бұл сериалдың атмосферасы мүлдем ерекше. Мұнда ескі Стамбулдың тынысы, махаббат, сағыныш, айырылысу және тағдырмен күрес бар. Фериденің еркін мінезі мен Камранға деген сезімі сериалды көргендердің есінде ерекше қалды. Ал музыкасы осы оқиғаның нәзік әрі мұңды атмосферасын одан сайын күшейтеді. Кейбір әуендер қазіргі заманға тән. Ал кейбір әуендерді тыңдағанда уақыт тоқтап қалғандай болады. Çalık Uşu дәл сондай музыкасы бар сериал. Жетінші орында соңғы жылдары түрік сериалдарын қайтадан бүкіл әлемге танытқан Yalı Çapkını, яғни Зимородок. Ферид пен Сейранның күрделі махаббаты, отбасының қысымы, құпиялар, сатқындықтар және үзілмейтін тартыс. Осының бәрін сериалдың музыкасы ерекше сезіндіреді. Ал Umutsuz Aşk, яғни үмітсіз махаббат, сериалдың эмоционалдық атмосферасын дәл жеткізетін композициялардың бірі. Sana varmaz sandım aşkımın. Beni gör, beni kalbine sakla. Engin yalnızlığında, her kaybolduğunda, boşlukta.
Фильмде махаббаттың ең ауыр түрі, бір-бірін сүйсе де, бірге бола алмайтын адамдардың хикаясы. Ал бұл әуен дәл сондай сезімді жеткізеді. Үміт бар сияқты. Бірақ сол үміттің өзі ауыр. 6-шы орынға 2014 жылдардағы ең есте қалған сериалдардың біріне тоқталамыз. Меджейзир. Яман мен Мира. Жастық шақ. Алғашқы махаббат. Арман. Қателік. Және өмірдің бір-біріне қарама-қарсы екі жағалауы. Сериалдың музыкасын түрік композиторы Тойгар Ишықлы жазған. Саундтрек альбомында ондаған композиция бар. Олардың ішінде Меджейзир, Женерик мюзиги, Ашк Мюфури, Сен янымдайкен, Тозлудері сияқты әуендер бар. Бұл музыка соншалықты сериалмен бірге сіңісіп кеткен. Сондықтан оны тыңдағанда жай ғана бір ән естімейсің. Сен бір кезеңді қайта сезінесің. Бесінші орында махаббаттан гөрі бауырлық, сатқындықпен кек алуды алдыңғы орынға шығарған ичерде, яғни внутри. Сарп пен мерт. Бір-біріне қарсы тұрған екі адам. Бірақ олардың арасында көрермен бастапқыда білмейтін үлкен бір байланыс бар. Сериалдың музыкасы да осы құпия атмосфераны керемет жеткізеді. Әуен басталған сәтте бірден қылмыс, полиция, жасырын операциялар және қауіпті ойындар еске түседі. Бұл жерде музыка кейіпкерлердің сөзінен бұрын сөйлейді. Өйткені кейбір құпияларды сөзбен емес, әуенмен сезінесің. Төртінші орында түрік сериалдарының тарихындағы ең үлкен классикалардың бірі. Ашк-ы Мемну, яғни Запретная любовь. Бихтер. Бехлюль. Аднан Мырза. Және бір үйдің ішінде жасырылған сезімдер. Бұл сериалдың финалын білмейтін адам аз шығар. Бірақ жылдар өтсе де, Ашк-ы Мемну өзінің атмосферасымен ұмытылмай келеді. Ал оның музыкасын жазған Тойгар Ишықлы сериалдың сезімін әуен арқылы ерекше жеткізді. Саундтректерінің арасында Ашк-ы Мемну, Женерик мюзиги, Ясак Ашк, Канактакы ялнызлық, Ашка Агыт сияқты композициялар бар. Бұл музыкада құмарлық та бар, өкініш те бар.
Қайғы да бар. Ал ең бастысы, тыйым салынған махаббаттың ауырлығы бар. Үшінші орынға келгенде түрік сериалдарының әлемге танымал болған ең үлкен махаббат хикаяларының бірін айтпай кету мүмкін емес. Кара Севда, яғни қара махаббат. Кемаль мен Нихан. Екі адам бір-бірін шын жүрегімен жақсы көреді. Бірақ олардың жолында тағдырда, отбасыда, эмирде тұрады. Ал осы сериалдың музыкасы сол сезімді бірнеше есе күшейтті. Саундтректі тағы да Тойгар Ишқлы жазған. Ал оның ішінде көрермендердің есінде ерекше қалған композициялардың бірі «Анлатамам». Атауының өзі бәрін айтып тұр. Айта алмаймын. Кейде адамның жүрегінде сезім өте көп болады. Бірақ оны сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сол кезде оның орнына музыка сөйлейді. Екінші орында жай ғана сериал емес, түрік телевидениесінің нағыз феномендерінің бірі. Эзель. Сатқындық. Кек. Жоғалған өмір. Және қайта оралу. Өмірдің өмірі бір сәтте өзгереді. Ал Эзель болып қайта оралғаннан кейін оның алдында бір ғана мақсат қалады, оған қастандық жасаған адамдардан кек алу. Сериалдың музыкасын Тойгар Ишқлы жазған. Саундтрек альбомында ондаған композиция бар. Олардың арасында Эзель Женерик Мюзиги, Эйшан, Ашк ве Фыртна, Херкес ол Дюрер, Севдигини сияқты әуендер бар. Бұл музыканы тыңдағанда бірден махаббат емес. Сатқындық пен кек еске түседі. Ал кейде бір әуеннің өзі тұтас бір кейіпкердің тағдырын айтып тұрғандай болады.
Ал бірінші орынға келгенде. Түрік сериалдарының тарихындағы ең танымал туындылардың бірін айналып өту мүмкін емес. Muhteşem Yüzyıl, яғни Великолепный век. Сүлеймен Сұлтан. Хюррем Сұлтан. Сарайдағы билік. Махаббат. Қызғаныш. Сатқындық. Тақ үшін күрес. Бұл сериалды тек Түркияда емес, әлемнің көптеген елдерінде көрді. Ал оның музыкасы сериалдың өзімен бірге аңызға айналды. Әуен басталған сәтте ақ көз алдыңа Осман сарайы, Хюрремнің сарайға алғаш келген кезі, Сүлейменнің билік еткен дәуірі және сарай ішіндегі күрделі оқиғалар елестейді. Бұл жай ғана сериалдың музыкасы емес. Бұл бір дәуірдің дыбысы. Сондықтан менің топ 10 тізімімде бірінші орынға дәл осы сериалды қойдым. Міне түрік сериалдарының тарихында ерекше із қалдырған ең аңызға айналған топ 10 саундтрек. Бірақ музыка туралы бір қызық нәрсе бар. Бір адам үшін бірінші орында тұрған ән екінші адам үшін тіпті тізімге кірмеуі мүмкін. Біреу үшін Muhteşem Yüzyıl. Біреу үшін Ezel. Біреу Kara Sevda'ның әуенін әлі күнге дейін ұмыта алмайды. Ал біреулер үшін ең үлкен ностальгия Çilek kokusu немесе Kiralık aşk. Сондықтан пікірге жазыңыз. Сіздің топ 1 түрік сериалдарының саундтрегі қайсы? Егер сіздің сүйікті сериалыңыз бұл тізімге кірмей қалған болса, оны да міндетті түрде жазыңыз. Өйткені түрік сериалдарының музыкасы өте көп. Ал олардың әрқайсының артында бір бөлек махаббат, бір бөлек естелік және бір бөлек оқиға жатыр. Кейде сериал аяқталады. Кейіпкерлердің оқиғасы да аяқталады. Бірақ бір әуен сол сериалды біздің жүрегімізде мәңгі қалдырады. Келесі видеода кездескенше.